Ал біздің ауылдағы екінші күніміз осылай басталды. 1 қыркүйек болды, балалардың мектепке баратын күні. Күздің алғашқы күні аңсарымыз 1 сыныпқа барады, Дариямыз 2 сыныпқа барады. Құттықтаймыз. Сонымен қатар жұма болды, жұмаларымыз қабыл болсын деп күніміз басталды. Содан кейін далаға шықтық. Аулада жүрдік, Балжан мен Маржан мектепке кетті. 1 қоңырауға пока-пока деп қуаныш шығарып салды. Шапкасын осылай лақтырып жүретіні бар. Сол күні біз өмірден өткен апа-аталарымыздың басына барайық деп шештік. Ауылға келмегелі көп болды, сондықтан барғым кеп, мама-папа айттым барайық деп. Бұл мына келе жатқанымыз Қараталдың главный көшесі. Бұнда бұл мектеп. Әне көп балалар 1 қоңырау мерекесінен шығып келе жатыр. Көп балалар мәз секілді бір-бірін көріп қуанып жатқан сыңайлы. Осылай қарап, өзіміздің бұрын мектепке алғашқы қоңырауға баратынымызды еске алып, мектептің жанынан өтті. Бұл Каусар деген магазин. Міне осылай басымам орамалымды байлап, Қараталдың шетінде Зират бар. Өзімнің апа-атамның басына келдік. Бұл жерде міне Асқар қожа қызы Бикамал деген менің апам, Абселеналы тоқтасын деген менің атам. Ал мына жерде менің апай Мөлдір деген жатыр. Бұның папаның апасының жанына кеп жерлепті, туғанда шетінеп кеткен. Содан кейін Қайнар деген ауылдың жанында бұрын біз подвоз деп атайтынбыз. Қазір аты өзгеріпті. Зиратқа келіп, бұл жерде мен нағашы атам мен нағашы апам, содан мамамның ең кіші бауыры, мамамнан кейінгі Саят деген нағашы ағам болып келеді. Суда жатқан Зиратқа келіп, бұнда да Құран оқытып қайттық. Содан кейін Қайнар ауылының өзіне бардық. Нағашы апамдар тұрған ауыл. Ауылдың ішімен осылай келе жатқанда бір балалық шаққа деген, бұрынғы кезге деген бір сағыныш сезіндім. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Кішкентай болса да айту қуанышымызға осын бәрін көрсетіп жүрмәк. Сосын осы апамдар тұрған үйді тауып, не сыртына кеп фото түсті. Қуаныш бұл жерде ұйықтап қалған. Сосын Зайсанға барып, мамамның дүниеден өткен Жамал деген апайын басына барды. Табамай аламыз ба деп, Жамал апайдың қызы Айнұрды ертіп алып, бізге жол көрсетіп бірге бардық. Дәл осы Зайсанға келгенде жаңбыр қатты жауып кетті. Содан кейін папамның ағасы мен оның ұлы Ораз аға мен Дәурен ағаның жатқан жеріне келіп, мұнда да Құран оқытып, осы бірет келген соң барын қоместі баралап шайық деген ой болды өзімізде. Одан кейін папам қарындасы Венера апайдың үйінде қонақтап, содан кейін бар Балалық қайттық. Осында әдемі закат дейді, күннің батуымен ауылға қарай қайттық. Өте әдемі көрініс болған соң осылай түсіріп алды. Соң Қараталымызға жеткен соң осылай шай ішіп, үлкендер әңгімесі, одан кейін ұйықтадық.